Теректі ауданының білім беру бөлімі 1933 жылдың 27 маусымында ауданды ұйымдастыру комиссиясының отырысында бекітілді. Ауданда мектеп білімі жылдам қарқынмен дамыды. 1935-36 жылдары ауданымызда 30 бастауыш мектеп жұмыс жасады. 1940 жылдың басында 2 орта мектеп, оқушы саны 529 болды. 1944-45 жылдары ауданымызда 31 мектеп болса, оның 2-і орта, 8-і негізгі, 23-і бастауыш мектеп болды. 31 мектептің 14-інде оқыту қазақ тілінде жүргізілді. 1966 жылы аудандық білім беру жүйесінде 39 мектеп жұмыс істеді. 1980 жылы 12 орта мектеп, 6 негізгі, 9 бастауыш мектеп болды. 1990-91 оқу жылдарында мектептер саны 29-ға дейін көбейіп, оның 15-і орта, негізгісі 3, бастауышы 11 мектеп болды. 1997 жылы Теректі ауданы Ақжайық ауданы мен білім беру мекемелерінің желісі көбейіп, 9236 оқушыны қамтитын 55 мектеп болса, оның 29-і орта, 14-і негізгі, 17 бастауыш мектеп жұмыс істеді. Теректі ауданының әр жылдағы білім беру бөлімінің басшылары: 1986 жылы Каренский Василий Алексеевич, 2004-2005 жылдары Лейнерова Любовь Алексеевна, 2005-2006 оқу жылдарында Төремұратова Жансу Минешевна, 2006-2007 оқу жылдарында Жусупов Сансызбай Дүйсенович, 2007 оқу жылында Адиев Самиғолла Кудашевич, 2007-2009 оқу жылында Аскарова Гүлайым Гумаровна, 2009-10 жылдары Нұрғалиев Серік Оспанович, 2010-2015 оқу жылдарында Чукурова Светлана Дилмухамбетовна, 2016-2018 оқу жылдарында Сапаров Дайыр Кадырович, 2018 жылдан бастап білім беру бөлімінің басшысы Хусайынова Жанаргүл Женесовна. Теректі аудандық білім беру бөлімінің құрылымы аудандық білім беру бөлімінің басшысынан, білім беру бөлімі басшысының орынбасары және мемлекеттік қызметкерлер, аудандық әдістемелік кабинетінің меңгерушісі әдіскерлерден және есепші, бас есепші, экономист есепшілерден тұрады. Бүгінгі күні Теректі ауданында 38 мектеп жұмыс жасауда. Олардың 20-сы орта, 9-і негізгі, 9-і бастауыш мектеп. Ауданымызда 7 жетекші мектеп жұмыс жасайды. Олар: Ақжайық жалпы орта білім беретін мектебі, Хамза Есенжанов атындағы жалпы орта білім беретін мектеп, Теректі аудандық лингвистикалық гимназиясы, Подстепный нөмірі 1 жалпы орта білім беретін мектебі, Подстепный қазақ жалпы орта білім беретін мектебі, Федоровка нөмірі 1 жалпы орта білім беретін мектеп және Федоровка қазақ жалпы орта білім беретін мектептер. Мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттыру, оқыту үдерісіндегі өзгерістерді енгізудің тиімді жолдарын табу және нәтижеге бағытталған жұмыстарды жүргізу, озық педагогикалық идеяларды тәжірибеге енгізу мақсатында мектеп басшылары мен оқу ісінің меңгерушілері мен мектепке дейінгі ұйым басшылары мен пән мұғалімдері мен өсу векторы мектебінің жұмысы жүзеге асты. Оқушылардың лидерлік қабілетін дамыту, қоғамға бейімделу және жаңа жетістіктерге ұмтылуға бағыттау мақсатында Теректі Смарт, облыстық, республикалық, халықаралық түрлі байқаулар мен олимпиадалардың жүлдегері атанған оқу озаттары, үздіктердің үздігі атанған білімпаз да өнерлі өрендерімізбен табысты жол атты бірінші аудандық слет оздырылды. Қазақ поэзиясында сыршылдығы мен сыры мол, суреткерлігі мен ойшылдығы қат-қабат келіп жататын, өлең өлкесінде өзіндік із қалдырған талантты жерлес ақын Ағыштап Бақтыгереева шығармаларын кейінгі ұрпаққа насихаттау мақсатында Жайықтан ұшқан аққу жыр атты облыстық Ағыштап оқулары өтті. Ақжайық өңірінен шыққан ақын апамыздың шығармашылығын насихаттау, ақын шығармашылығы арқылы жас буынның бойында патриоттық, адамгершілік, эстетикалық тәрбиені қалыптастыру үшін Ақжайық жалпы орта білім беретін мектебінде Ағыштап кабинеті ашылды.
ұстаздардың кәсіби құзыреттілігін жетілдіру, таным кеңістігін кеңейтуде бірлесе еңбек ету, тәжірибе жинақтау мақсатында Басход жалпы орта білім беретін мектебінде оқу үдерісінде оқушылардың жас ерекшелігін ескере отырып, зерттеу жұмыстары арқылы сыни ойлауын қалай жетілдіремін тақырыбында Ақсуат жалпы орта білім беретін мектебінде мектеп ұжымының өзара ынтымақтастығы мен бірлескен іс-әрекеті мектепті дамытудың негізі тақырыбында Федоровка қазақ жалпы орта білім беретін мектебінде облыстық әдістемелік кабинеттің ұсынысымен Теректі аудандық білім беру бөлімінің ұйымдастыруымен жаңарған мектеп, ізденістер, ізгі істер атты облыстық семинарлар оздырылды. Ұрпақ тәрбиесі ұстазда дей келе, қосымша білім беру ұйымдарына 100 жыл толуына орай қосымша білім беру, сапалы білім мен тәрбиенің негізі атты салтанатты шара өткізілді. Ауданымызда атса мылтық өтпейтін болмысы бөлек алпамыс атты әдеби және тарихи танымдық челлендж өткізілді. Бұл байқауға ауданымыздағы барлық мектеп түгел қатыстырылды. Көптеген оқушыларымыз жырдан үзінділер жаттап, жүлделі орындарға ие болды. Мектеп пен отбасының өзара байланысын, қарым-қатынасын нығайту, бала тәрбиесінде әкенің рөлі ерекше екендігін түсіндіру мақсатында қамқор әке бақытты балалық шақ атты әке, бала және отбасы тектілік феномені тақырыбында форум өткізілді. Қамқоршылық кеңес мүшелерінің міндеттерін, мақсатын, атқаратын жұмыстары туралы түсініктер беру үшін білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің рөлі тақырыбында аудандық форум оздырылды. Мектеп басшылары, директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасарлары, тарих, география пәндерінің мұғалімдері, өлкетанушылар, кітапхана қызметкерлері, зиялы қауым және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен туған жердің тарихын, ұлттық құндылықтарын, тарих сахнасындағы жетістіктерін дәріптеу, рухани мұраның маңыздылығын насихаттау мақсатында туған жер, тұнған тарих тақырыбында танымы мол ғылыми-практикалық конференция өтті. Теректі ауданы бойынша биылғы оқу жылында мектеп бітірушілер саны 331, оның ішінде 259-ы қазақ тілінде, 72 орыс тілінде білімін алды. ұбт тапсыруға аудан бойынша 244 білім алушы ниет білдірді. Аталған талапкерлердің 209-ы қазақ тілінде, 35-і орыс тілінде, бұл 73%-ді құрайды. Мемлекеттік емтихан қорытындысы бойынша алтын белгі иегерлері 41, ерекше аттестат иегерлері 23 болды. Ұлттық бірыңғай тестте 244 түлек қатысты, 100 және 100-ден жоғары 88 түлек жинады. Ең жоғары балл 137. Лингвистикалық гимназияның оқушысы Сайын Асқар. Аудандық білім беру бөлімінің ауқымды, мазмұнды шаралары жаңа оқу жалғасын табады.